бір күннің ішінде миллионер болған отбасыдан сәлем. Негізі бәрі неден басталды? Мен Иннофест дегенді Инстаграмнан көріп қалдым, жарысым болатын, және де жақсы ауқымды жоба, және де жүлде қоры өте үлкен болғандықтан мен қатысам деп шештім. Мен өзім ғана қатысам деп шештім. Кейін уақыт өте келе мен Айжаннан сұрадым, сен көмектесе аласың ба деп. Ол айтты, я проблема жоқ, көмектесейін деді. Сөйтіп біз команда болатын болдық. Команда болып аяқ асты сөйтіп құрылып кеттік. Содан кейін жарыс күні басталды. Бірақ біз жарыс басталғанға дейін идеясын қарастырып қойдық. Идеясын қарастырғанда қалай? Мен ойладым, мен ойымда бір креативный басқаша бір мысалға тақырып сол күні ғана беріледі. Сол күн берілгеннен кейін келесі күні азанға дейін тапсырып тастау керек жұмысты. Сол үшін мен басқаша ойлауым керек болды да. Иннофест жобасы басталмай жатып, мен не түсіретім жайында кішігірім ойлап қойғам, яғни сценарий кішігірім дайындап қойдым да, және де тақырып берсе, сол тақырыпқа қарай үйлестіріп әкеле берем деп бір идеяның басын бастап қойдым. Солайынан бастап кеттік. Ол идея мынандай түгін. Типа, мен Иннофестке барам, солардың барлығын түсірем бірінші күні. Ешқандай тақырып берілген жоқ, бірақ бірінші күні барлығын түсірем. Мен сол жақта жюрилерді көрдім, барлық жюримен де амандасып, сол от первого лица түсіріп шықтым. Ол да типа бір жюрилерге эмоция береді деген оймен. Және де изначально толық видеоның идеясы 90% өмірден алған. Яғни видеоны көрсеңіздер, біз Айжан екеуміз осылай сөйлесіп, диалог ретінде, яғни бірге давай қатысайық, және де ұтып алайық деген секілді нәрседен шыққан. Толықтай тақырып берілгеннен кейін келесі 50% видеоның толықтай Айжанның идеясы. Осы жайында Айжанның өзі айтса. Бізге тақырыптар берілді, әртүрлі. Оның ішінде Қызылорда таза қала, және де болашағың өзіңнің қолыңда, кибербуллинг, және де ең соңғысы фейк, және де шынайы өмір деген тақырып болды. Екеумізге де бірінші көзімізге түскен тақырып осы фейк пен шынайы өмір болды да. Өйткені қазір өте актуалды тақырыптардың бірі осы әлеуметтік желідегі адамдардың екіжүзділігі, ішінде оның әртүрлі блогерлердің жаңағыдай өтіріктен машиналар жалдап алып жүретіні, немесе әсіресе қатты актуалды болып жатқан осы өтірік благотворительность жасайтын адамдар. И осы идеяны деп дедік та, бірден осыны арғай алып кеттік. Және де біз өзім бір идея айтқан болатын, енді ChatGPT-мен бәрібір ақылдасады, оны барлық адам жасаған шығар, барлық қатысушылар. Өзіміздің идеямызды айтып, және де ChatGPT-ден концовкасын қалай қылып жүрсек болады деген кезде бізге екі түрлі идея айтты. Біріншісі ол жаңағыдай, яғни басты рөлде мен ойнадым ғой, жаңағы алаяқтың рөлінде. Ол алаяқ барып, кафеге барып, отырған жерінен екі полицейский келіп алып кету керек болған, бірақ енді оған бізде реквизиттер болған жоқ. Сол себептен екінші вариантын таңдадық, және де ол кадр бізде прям күшті шықты деп ойлаймыз. Иә, әдемі шықты. Видеоны өте қиын болды съемка барысында, өйткені біз видеоның идеясын, тақырыбын тек сағат кешкі 6-да алдық та, и біз үйге келдік, ойланадық, содан кейін барып сценарийді құрастырып, уже кадрды бастап жатқан кезде сағат уже 12 болды. Жоқ, сағат уже 10 болды. Онда біз бірінші кадрымызды түсірдік, кейін далаға шықтық, басқа да реквизиттер керек болды, бірақ уже көп адамдар ұйықтап жатыр, көп жер жабық, сол жағынан бізге өте қиын болды. Түннің бір уақытында бізге газель табу керек болды, көптеген коробкалар табу керек болды, сол газельді толтыратын. Ешқандай магазин бізге коробка берген жоқ, өйткені бірақ магазин коробка берді, оның өзі қимай әрен берді. Содан кейін мен мусор аралап кеттім, барлық мусорларды қарап шықтым, андай нормаль деген коробкалардың бәрін алып, машинаға салып, диастосының барып, реквизиттерін құрастырып, сол жерде видеоларды түсірдік. Бірақ ең бір қиналған жеріміз, осы Айжан екеуміз ең қатты қиналғанымыз. Түнгі 3 дала суық, прям суық дала ше. Қатып қалдық. Біз деген мынау камераны ұстап тұрып, уже шыдамай бір кадр түсіріп кеп, машинаға кеп жаланып, сосын қайттан барып түсіріп кеп, қайттан кеп жаланып, солай ұзақта болып кетті да. Еще ұйқымыз деген келіп барды. Ұйқымыз келгеннен нерв та болып жатырық, жаңағыдай ашу да болып жатыр, жаңағыдай сасу, қорқу, тағы не, жаңағыдай тезірек өткізіп жіберейік деген секілді нәрселердің барлығы да отыр, бірақ оның бәріне қарамай осы видеоны жақсы өткізейік деген ниетпен бір кадрдың өзін мысалы 1000 рет жасадық ше. Бір әдемі мелочтардың барлығына назар аударып, солардың барлығын жақсы дүниеде шықсыншы деп
барлық жан тәнімізді, энергиямызды құртқан дүниеміз осындай дәрежеге жетіп, оның еңбегіміздің ақталғанына біз шүкір айтамыз. Тек қана шүкір айтамыз. Бізге қорғауға бір ғана минут беріледі екен, иә, бірақ біз оны қорғаған жоқпыз, если честно. Бізге қорғатқан жоқ. Әйтпесе біз Тимур екеуміз күшті речь дайындап қойғанбыз ғой. Мен деген оны андай апай ұқсап, кәні қайтадан айтшы, мына сөзді бүйтіп айт, мына сөзді бүйтіп айт деп. Екеуміз деген 1000 рет қайталап кірген кезде бізге қорғатқан жоқ. Ол если біз соны қорғасақ, сөзбен кішкене добить етіп жүргендей болатын едік, ше, эффектті болатын еді. Бірақ бізде ол нәрсені жасамай қалдық. Тимурдың Тимурдың недосказанность қалып кетті. Тимурдың перфекционисттігі бар еді, сол жері вообще қиналды ғой. Сол бір перфекционист Тимур қатты қиналып қалды сол жерде. Не, өте қатты бұл жерде типа жарыс болған кезде қобалжығанымыз, конкуренттер мықты адамдар болды негізі. Өткен жылдың бірінші орын иегерлері, мықты жаңағындай фото-видео студиялар, мобиловтар, видеовтар деген секілді жақсы негізі Қызылордадан аты шыққан адамдар бар еді. Сол нәрселерден шамалы қобалжыдық, ойладық, типа, осы қалай болады екен деген секілді. Бірақ Алланың қалауымен біз осы жарыс басталған кезде Айжанға айтты, осылай давай Әл-Вахаб, Әл-Фаттах деген Алланың есімін айтайық. Алланың Әл-Фаттах есімі жеңіс беруші, жеңіс деген мағынаны білдіреді, және де Әл-Вахаб деген сыйлық беруші деген мағынаны білдіреді. Соны біз басталғаннан бері айтып келе жатырық. Әрбір намаздан кейін дұғамызды сұрап келе жатырық. Осы Алланың біздің дұғамызды қабыл еткені бір келетін дүние. Осы видеода айттық, біз машинаны істетіп алуға жақсы мүмкіндік қой деп. Осыдан 1,5 ай бұрын мен ДТП-ға түскем, ауыр ДТП-ға КамАЗбен соқтығысып, машинаға үлкен ущерб келді, 1,5 миллион көлемінде. Бізде 500 мың теңге бар, бірақ 1 миллион жетпейді. 500 мың теңге бар, бірақ 1 миллион теңге жетпейді. Бізге енді 1 миллион теңге қайдан табамыз? Вот Иннофестке қатысайық, алайық, бірінші орын алуға деген өте қатты не болды бізде? Мақсат прямо жол, тек сол аламыз, жеңеміз, давай деген нәрсе болды да. Сол бір сенімімізбен, қалай сенім ба бұл? Сенім бе де жаңа нетін? Вера ма? Вера сенім ғой, а? Вот сенімімізбен, Алланың қалауымен алдық десек болады. Шынымен айтайыншы. Бір белгілі бір тақырыпты айтып болдым ба? Тоқтасай, мен де айтарым шығар. Айта салсайшы, қосып жүре саламыз ғой, қиып. Деп атқан жер қазаларым көп қарасаң. Давай. Деп маған. Иә, енді типа мен бірден сөзің бөлім келмейді да менің. Давай, айтсын, айтатын бар екен. Айтады қазір. Айталым. Негізі мен өзіме Әл-Вахаб деген есім өте қатты ұнайды. Біраз жерде мен бұрын айтатын, пайдаланатын, как раз өзіме ақша жетпейтін кезде, немесе бір сыйлық қатты алғым келген кезде мен постоянно осы есімді айтатын. И моментально менде каким-то образом бір жақтан әйтеуір проект түседі, бір жақтан әйтеуір сыйлық келеді деген сияқты. Мен мысалы деген брендовый жаңағыдай мен мысалы деген брендовый барлық косметикам, Dyson, барлығы маған тегін сыйлыққа келген деген сияқты ғой. Поэтому достар, осы лайфхакты пайдаланып жүріңдер. Әл-Вахаб деген есімді көп айта жүріңіздер. Иә. Следующий. Так, қиыншылықтарды айттық, түнгі уақыт айттық. Және бір айта кететін нәрсе, біз екеуміз енді ерлі-зайыпты болғандықтан видеоны түсіру барысында біз 1000 рет ұрсып, 1000 рет төбелесе жаздадық қой. Жаздадық. Неше жасаған жоқпыз, тек жаздадық ше. Барынша өзіміз давайте успокоимся. Сабыр. Магнийді әкелші деп. Магний жағым. Съемканың ортасына тоқтап, магний әкеп ішіп. Тек солай ғана біз тоқтап бір-біріміздің сөзімізді тыңдау арқылы жеттік десек болады негізі.
бір-біріміз басымызда сөз астырмаймыз ғой біз ше. Еще бір-біріміздің идеямыз бірімізге ұнамай қалады да, қалай айтарымызды білмей отырамыз ше. Мынаны қоспай ақ қояйық деген. Бірімізге көңілімізге қараймыз ше. Бірақ ана ұнамай тұрғанын бір нәрсе жеткізіп, еще оған ренжіп, короче, зорға шыққан видео болды бұл. Мен мысалға өзім идеям болса, оны реализовать етпей мен тыным таппаймын ше. Ол қанша жерден кім жаман десін ше, маған бәрі ше, маған күшті болды. Мен жасағым келеді. Айжан сондай момент болды. Айжанға айтамын, осы кадрды қосайық деймін ғой. Айжан нерв болып отыр бүйтіп, қоспайшы бұл кадрды деп ше. Бірақ мен давай күшті шығады деп қоймайтын, бірақ ақыры қоспадық бірақ ше. Түбінде монтажды алып тастадық ше. Бірақ мен өзім оған қоспа деп айтқан жоқпын. Бұл шешімді өзі қабылдады. Мен айттым, давай түсірейік, если келіспесе алып тастаймыз деп айттым. Енді бір қызығы осылай түнгі монтажды, түнгі видеоның съемканы жасап келдік, бәрін қайтардық. Айжанға ұйықта дедім, демалып ал, мен монтажға отырайын дедім да, бірден монтажға отырдым, бәрін салдым проектке, кесетін артық жерлерін кесіп тастадым да, қойдым да, камераны қойдым, ноутбукты қойдым, қарап тұрдым да, бетін жаптым да ұйықтадым ғой, короче. Сағат 4:30 ұйықтадым, будильник қойдық 6-ға. Бірақ там естімей 8:30-да бірақ тұрдым ғой. Білмеймін, каким-то образом мен будильниксіз 8:30-да тұрдым. Бірақ 4 сағат деген өте аз уақыт ұйқы үшін. Мен үшін 8:30-да тұрдым да, бірден қараймын, сағат қараймын 8:30. Так, қашан тапсыру керек жалпы деп. Так, 9-ға дейін тапсыру керек. Так, жарты сағат па деген кезде менде уже андай тревожность, қорқу, барлығы бірден паника басылып кетті. Айжанды ояттым да, давай кел, монтажға отырдық, музыка, спецэффект, переход, коррекция, бір нәрсе бәрін қосып. Бір кезде уақыт жетпей жатқанын көрдім да, хабарласып сұрадым, типа организаторлардан, типа нешеге дейін тапсыру керек. 9 мен 10-ның арасына дейін тапсырылса болады деді да, сөйтіп 10 минут қалғанға дейін жасап тастадық та, сөйтіп салдық. И солайынан үйден шығып кеттік қой. Сөйтіп осылай бұл дүние шықты. Барша қолдау көрсеткен, көмектескен барлық адамдарға, біздің қолдаушы достарымызға, туысқандарымызға, бауырларымызға алғысымыз шексіз. Алла разы болсын. Бұл жеңіс ортақ жеңіс. Сіз не айтасыз? 1 миллион теңге ойнатамыз десең. 1 миллион теңгені толықтай машинаны шынымен істетеміз. Иә. Өйткені біздің машинамен проблема болып қалды, страховкамен, типа олар ақша бермейтін болды. Сөйтіп енді машина просто тұрғандықтан біз толықтай осы 1 миллионды толықтай машинаға саламыз. Все, баршаңызға сәттілік. Келесі жарыстарда қатысатын адамдарға, если ақыл кеңестеріңіз болса, бізден сұрасаңыздар болады. Барлық сотрудничество, дайрект бәрі ашық. Сосын біз ПТК-мен жұмыс жасаймыз, прикинь. ПТК-мен сондай жұмыс жасауды бізге өздері ұсынды, яғни берді осындай мүмкіндікті. Сол үшін бізден қызықты контенттер күтіңіздер. Енді біздің лицомызда СНГ бойынша көрілеріңіз мүмкін. Дайындала беріңдер деп ше. Иннофест 2025 келесі кездескенше. Давайте.